Сәлеметсіздер ма хандар. Так, бізге жаңа құрақтың астына мынандай квадратик керек. Ол 17-де 17 мен алдым. Алдыңғы видеода көрсеткенім ол 22-де 22 болатын. Осы жоғысын мен 17-де 17 жасап жатырмын. Бұдан 4 ряд болады. Анада 2 ряд болған. Егер қаласаңыздар 22-де 22 жасап, солай 2 ряд жасасаңыздар болады. Міне 17-де 17 болып жатыр. Ортасын табамыз центрін. Кейін мынандай бір құрағын жасаймыз. Осындай біреу керек. Мынандай. И былай. Осындай 4 түрлі жасап жатырмыз. 4 түрлі матадан 4 түрлі болады. Қазір мен мынаны көрсетем. Мынандай ленталарды 3 сантиметрден ширину аламыз. Ұзындығы кете береді, қанша бар матаңыз соған байланысты. Мынау бізде 3 болып тұрса, 3-те 3 қып біреуін кесіп аламыз да ортасына қоямыз. Мына жерде бізде центрда сарыдан бастап тұр, сарымен бітіреміз. Ортасындағы есептелмейді. Мына жерде 4 рядтан кетіп жатыр. Көктен де сарыдан да ортасындағы есептелмейді. Ортасын қайсымен бастасаңыз, шетін сомен бітіресіздер. Так, міне мынаны аламыз да кесіп аламыз. Мен каналымда орыс тәтелер көретін болғандықтан кішкене орысша түсіндіріп жіберейін. Здравствуйте. Это у нас по 17 сантиметров. В прошлом видео я показывала, где было по 22 сантиметра квадратик. Находим середину. Делаем такие ленточки по 3 сантиметра в ширину. На центр мы берем от этой ленточки 3 сантиметра, 3 на 3 квадратик. С желтого начинаем, заканчиваем желтым. Здесь по 4 ряда уходит. Можете такой нарезать по 22 или по 17. Сейчас я делаю по 17. Если по 22, то тогда 2 ряда. По 17 4 ряда будет. Так. Здесь у нас 4 вида нужно таких квадратиков сделать. Так, у нас 4 цвета, из-за этого мы 4 таких разных делаем. Сейчас я покажу вот этот способ. В прошлом уроке я всегда говорю, что здесь идет ворс вверх-вниз. Я, когда шью, делаю вниз. Здесь начинаем с квадратика. Ушам это попал. Сперва желтый, потом синий. И так чередуем. Бірінші сарыдан бастаймыз, кейін көк. Лишний кішкентайын сразу кесіп тастаймыз. Лишниларын алып отырамыз. Мынандай чипчик алсаңыздар, тез-тез кескенге. Ворс вниз всегда. Түгін астыға қаратамыз. Не болмаса үстіге қаратамыз. Бір направление. Маған астыға қаратқан ыңғайлы. Екі көк, екі сары, солай кетеді. 2 желтых, 2 синих. Четыре круга. 4 раз айландырамыз. Мына квадратыңызды дұрыстап түзу қылып кесіп алсаңыз, осының шетіне қарап отырып түзу тігуге тырысыңыздар. Сонда квадратыңызда түзу шығады. Смотрим, чтобы было ровно. Криво не шьем. Если криво, сразу заново шьем.
мына шеткі сызыққа қарап отырасыз да, мына шетіне қарай. Мына жақ шетке қарап отырасыз да, мынау нені соған қарай отырып алып отырасыздар. Қисық кетсе сөгітіп қайтадан тігесіздер. Егер қисық тігіп үйренсеңіз, ары қарай кетесіз қисық. Екі көк, екі сары. Мына жақта алды қарай кішкене үстіге қарай шығарып жіберіп аласыздар, лентаны тігесіздер, чтоб қисық болмас үшін. Верхнюю ленту чуть-чуть, как это, лишний берем сверху. Желтый, синий, желтый, синий. Міне мына корзинада көріп тұрғаныңыздай 4 түс тұр. Осы түстерді бір-біріне қойған кезде қарайсыздар, қайсы қайсымен жарасады. Солайынан қойып аласыздар, солай құрай бересіздер. Қызыл мен көк, көк пен сары екеуін былайынан қойған кезде қайсы қайсынан сливаться еткен кезде әдемі тұрады екен. Соны көресіздер. Сол бойынша уже басыңызды қатырмай құрай бересіздер. Соңғы круг, последний круг. Лапканың ширинасымен аласыздар тігісті. Шьем на ширину лапку. Астыға қарай қаратамыз. Міне сарысы сыртына кетеді. Көріп тұрғаныңыздай қисықты сразу түзеп отырамыз. Үстіңгі
Üstünge koyatın matаны düzünen koyup tigip alasыздар. Şетін aylandырып тұрамыз. Астыңғы матаға жабыстырып. Он жеті көрдіңіздер ма? Кейбір жерлеріне жетпей қалды. Сол үшін сіздер егерде қаласаңыздар 18-18 қылып нетсеңіздер, кішкене сыртына лишний қалған жақсы. Ішіндегі құрағы тура соған түсіп тұрады. Неге мынандайдан мен жаңағыдай неге 4-4-тен 16 штук жасаймын. 16 штук осыдан жасаймын. Сіздер 16 емес 8 штук жасасаңыздар болады, үлкен болып жасасаңыздар. Так, 2 ряд қана жасасаңыздар, мынадан 8 жасайсыздар. А мен 16 жасаймын, менікі 4 ряд жүреді. Қарайсыздар соған. Қалғандардың бәрі осындай немен жүреді. Міне мына жерде бір цветті өзіңізге алғаңыздар, міне сарыны мен сыртына жіберіп жатырмын. Содан кейін қызыл, мына жерде қызылды сыртына жіберіп жатырмын. Мына жақтан мен көрдіңіздер ме? Қызыл сыртына жіберіп жатырмын, қызыл ортасына кетеді. Или екі цветті сыртына жіберіп отырыңыз, екі цвет ішіне қарай кетіп отырыңыз. Көк, жасыл менде ішіне кетіп жатыр, көк те ішіне кетіп жатыр. Мына жерде де сондай, көк ішінде кетіп жатыр, қызыл сыртында кетіп жатыр. Мына тіккен мына мата, мына қызыл бізде кішкене жуандау болады сызығы. Көк жіңішкелеу болады, жасыл да кішкене жіңішкелеу болады. Соны көресіздер. А егерде жоқ, екеу размері бірдей қылсаңыздар, онда қойып отырып, нетесіздер. Біреуін сыртына жіберіп отырып, біреуін ішіне жіберіп отырып, сөйтіп қарап отырып істейсіздер. Мына барлық төртеу бірдей осындай болып тігіледі. Осыған қарап тігесіздер. Жаңағыдай айттым. Не 16 штук, мынандай кішкентай қылып жасасаңыздар, 18-де 18, онда 16 штук кесіп алып тігесіздер. Бір цветі, мына түрінен 16 штук. Сон қалғанынан тоже 16-16-тан 4 штуктан жасайсыздар, 64 штук жасайсыздар. А егерде мынандай кішкене жалпағырақ жасасаңыздар, 22-де 22, 25-те 25, бірінші рет бастап атсаңыздар, дәу-дәу кесіп ала беріңіздер. 25-те 25, 22-де 22, или 23-те 23 қылып алсаңыздар, 2 рядтан жасайсыздар, сонда сіздерге 11 штук, или 10 штук жасайсыздар, 20 штук. 2 ряд болады, сонда 10 штуктан, 11 штуктан. И жаңағыдай мынандай 8 штук или 7 штуктан жасайсыз осындай бір түрінен. Мінеки достар, 64 штук мынандай кубиктардан құрап біттік. Бәрі міне жайып алып дастархан үстіне. Көріп тұрғандарыңыздай мынандай линия болып тұр. Так, мына жерде міне сары сыртында кетіп жатыр. Жасыл ішінде кетеді. Қызылда тоже қызыл сыртында кетеді. Көк ішінде кетеді. Мына 17-де 17 кубиктар. Мынандай лекалалар жасап алам размерін. Міне 17-де 17. Осыны қойып, мынандай астындағы матаны сызып алам бүйтіп. Центрін тауып, рай береміз. Бүйтіп қойып алып, визуализация істесеңіздер болады. Осылай істесе де болады. Так. Қазір басқаша істеп көреміз сіздермен бірге. Міне осындай алтында қалтырса да болады. Болмаса басқаша істесе болады. Olmazsa қазір астаға стрелка жасаймыз.
мінекей көріп тұрғандарыңыздай уже былай жиналып жатыр ортаға қарай. Көріп тұрсыздар ғой, қоя бересіздер. Бірде бар. Мына жерде жасы. Осылай істесе де болады. Мына жағын былай қарай түсіріп, мына жағын былай бір-біріне қарама қарсы істесеңіздер де болады. Болмаса мына квадратқа қалдырсаңыз да болады. Мына жерді, например. Былай істеп. Так, мына жерге сары береміз. Sırtından casıl da aylandırırsa bu. Casıldan bilen kızıl. Мінекей көріп тұрсыздар, ортасын былайынан істеп жатырмыз. Әртүрлі вариантта істесеңіздер болады. Өздеріңіздің ойларыңызбен істей бересіздер. Мінекей достар, неше түрлі вариантта бүйтіп құрастырып қойдым. Мына жерде 4-тен 16 штук болып тұр, общий. Мынандай 4-еу, мынандай 4-еу, мынандай 4-еу, бәрі-біріне құрастырып. Мына жерде 16 штук. Так, мінекей. Мынандай бір вариант. Мынандай біреу. Және де мынандай көкпен. Ортасында көк. Қайсы вариант сіздерге ұнады? Көбірек. Осы вариант дұрыс сияқты меніңше. Ортасында сары. Мен келдім. Мінекей достар, бағандан бері ары құрастырып, бері құрастырып, осындай шешімге келдім. Ортадан кетеді бәрі, былай қарай стрелка. Алдында негізінде ойлағам, былай қарай жіберсем деп стрелканы. Барлығын бір жерге мына жақ қарай, мына жерге кеп түйістіріп, былай қарай екі жақ қарай жіберсем деп ойлағам. Бірақ сіздер қаласаңыздар, міне мына жермен бітіріп, мына жер құрастырып, мына жақтан былай қарай. Мына жағын құрастырып, ар жақ бетіне қойып, екеуін бір-біріне қойса болады стрелкаларды. Мен көп қазір былай қарай кетіп отыр, сіздер былай қарай қойсаңыздар болады. Осындай вариант көріп тұрсыздар. Мінекей 4 түрлі. Осындай құралған. Қызыл мен жасыл, көк пен сары, қызыл, көк пен сары, жасыл мен сары. Осы 4 түрлі түстен осындай жасалды. Осылай істесеңіздер болады. Көріп тұрсыздар, я? 4 түрлі түстен жоқ болса, 2 түстен жасасаңыздар болады. Қызыл мен жасыл, сары мен жасыл,
көк пен қызыл деген сияқты. Осы екі түспен істесеңіздер, осылардың орнына сол түстер кете береді. 4 түрлі түстен жасаса болады, 3 түрлі түстен жасаса болады, 2 түрлі түстен жасаса болады. Қандай сіздерге ыңғайлы, оңай соны істеңіздер. Так, достар, менен ылғи да сіздер сұрайсыздар, қалай тігу керек деп. Мынаны бүйтіп қойып алғаннан кейін, бір бірден бәрін қойып алғаннан кейін, ортасынан бастаймыз, шетінен бастасаңыздар да болады. Неған ортасы ыңғайлы болып тұр. Осы суретті бұзбай, осылайына қоямыздар. Мына екі шетін инемен түйреп аласыздар, ортасын түйреп аласыздар. Сол кезде түзу шығады, түзу тігіледі. Мінекей біреуін тігіп қойдым мен. Мынаны бір-біріне ұштағын келтіресіздер да. Кішкене 0,5 сантиметрде жетпей тұрса, кішкене тартып жерді тігіп жібересіздер қосып. Осы жерден бүйтіп тігіп аласыздар. Мына жерін былай тігесіздер. Кейін мына жағын қосасыздар. Şimdi осының астыңғы жағын қосамыз. Былай қосып алыңыздар. Мына тігілді, тігілді. Содан кейінгісінде тоже сөйтіп тігіп аласыздар да. Қайтадан осылай орын-орнына қоясыздар. Өстіп сызық-сызықпен тігіп алыңыздар. Содан кейін мына екеуін бір-біріне беттестіресіздер. Ол жерде уже мына тігісті бір-біріне келтіресіздер. Мынаның тігілгендерін оң жақ қарай жіберсеңіздер, мынанікін сол жақ қарай жіберіп, екі тігісті екі жақ қарай қылату керек. Әйтпесе мына жер қалың болады да, машинкаңыз жүрмей қалады. Мынаны бүйтіп ашып, екеуін де бүйтіп ашып істесеңіздер, ортасындағы тіккендеріңіз кішкене не болмай қалады, дұрысталмай қалады. Бұлайнан екеуін бірігіп, мына екі қосылғанды біріктіріп, бір жақ қарай қылатып тіксеңіздер, кішкене мына жердегі тігістеріңіз жақсы тұрады. Жаңа құрақтарыңыз тез жыртылмайды, көпке шыдайтын болады. Каждый нені тігістерді инемен түйреп алыңыздар. Екі жаққа қылатып. Сол кезде мына бұрыштары турасынан шығады.
Мінекей құрметті достар, біткен құрағымыздың түрі міне. Көріп тұрғандарыңыздай 4 қатар. 1, 2, 3, 4. Мынау біреу отдельно, мынау бөлек. Мына жерде 4 түрлі құрақ тұр. 1, 2, 3, 4 түрлі. Общий менде мына жерде 56 штук. 64 болған. Оның 2 қатарын алып тастадым. Ұзын болып кетейін деп тұр екен. 8 штукты алып тастадым. 56 штук. 16-16-тан істедік па? 14-14-тен істейсіздер каждыйынан. Міне мына төртеуінен. Сары мен, қызыл мен жасыл, көк пен қызыл, жасыл мен қызыл. 14 штуктан 17-17-ден қылдым. Астындағы матасын 18-18 қыла берсеңіздер болады. Лентаны 3 мм-ден жасадым. Бұлайнан 45 болды. 55 болды ширинасы. Қалған жетпеген лентасын қостық жанына. 15 сантиметрден қостық. 80 болды менікі. 12 сантиметрден қоссаңыз болды лентасын. Ал енді құрақ ұнаса лайк басыңыз. Ұнамаса дизлайк. Сұрақтарыңыз болса айтыңыздар. Жауап береміз. Мінекей жанынан осындай орын қалдырдым. Мінекей астында тікістері. Жасылдар жатыр. Сары.